Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте идеальный болып шығатын, қарапайым заттар таңдалатын өте күшті панкейктің рецептісімен бөлісемін. Алдымен ақуызымыз бен сарыуызымызды бөлектеп аламыз. Ақуызымызды 2 есе ағарғанша миксерлеп, сарыуызымызды да миксерлеп аламыз. Үстіне қантымызды салып, және жылы сүтімізді құямыз. Тағы да 2-3 минуттай араластырып аламыз. Сұйық майымызды құйып, ұнымызды салып, барлығы 1 келгі болғанға дейін барлығын миксерлеп аламыз. Осындай масса шығады. Үстіне ақуызымызды салып, видеода көрсетілгендей қылып, астынан үстіне осылай араластырып аламыз. Бұл видео жылдамдылығының түрі, сіздер асықпай істесеңіз де болады. Ысып тұрған табамызға осылай панкейктерімізді саламыз домалатып. Осылай бетінде бозаркелер пайда болғаннан кейін шетін ауыстырамыз. Баяу отта пісіресіздер. Осымен панкейктерімізді ұсына берсеңіздер болады. Таңғы асқа да өте дәмді болып кетеді. Сіздермен болған Гүлдана ас болсын. Менің YouTube каналыма жазылып, подписка жасап кетіңіздер.